Құрметті Алматы менеджмент университетінің ұстаздары, қызметкерлері, студенттері, сіздерді еліміздегі ең атаулы күн тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр халық, әр ұлт үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбат ештеңе жоқ. Еліміз алып, құқықтық, дербес демократиялық мемлекет ретінде бүкіл әлемге танылды. Осы қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды болсын. Азат күн туды, қырандай еркін самғаған. Асыл арманды ақиқат күнмен жайлаған. Ұғынсаң елім бостандық атты бақ құсы сан ғасыр бойы басымызға да қонбаған. Бұл күнді күтіп, батырлар жанын қиысты. Бостандық алып күмбірлеп кетті күйішкі. Ержүрек ұлы қайсар қыздары бар қазақ, мәңгілік азат халық болуға тиісті. Жаңарды заман жасампаз еліміз жайлаған. Төсінде сан мың ұлыс пен ұлты жайлаған. Мұнай мен газ атқылап көкке алтын боп еңбекші жұртпен жадырап кетті бай далам. Ақ орда тігіп астана қылған қаласын. Тарихын танып ардақтап жатқан бабасын, барша әлем білген бүр жүректі баласын, қиналмай өтер алдынан шықса дарасын, көк туың мәңгі желбірей берсін көгіңде, айбарлы менің айбарлы алашым. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айгерім. Мен экономика мамандығын 2-ші курс студентімін. Барша халқымды тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қайрат Рысқұлбеков. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Тыныш болсын даламыз, таза болсын ауамыз, тұнық болсын суымыз, құламасын туымыз. Құрметті Алматы менеджмент университетінің оқытушылары, қызметкерлері және студенттері, сіздерді тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болған салтанатты күні сіздерге зор денсаулық, бақ-дәулет, жемісті табыс тілеймін. Құрметті достар, сіздерді шетелдік студенттер аттан Қазақстан Республикасының әр азаматы үшін айтулы тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Сіздерге игілік, барлық бастамаларда сәттілік тілейміз. Сәл аялдап, тағзым етпей, бұл алаңнан өтпеңдер. Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпен бел. Бұл жер қалқам, асқақ рух жарылысы өткен жер. Қайта оянған ұлт намысын қызыл қанға бөккен жер. Жатты мұнда естен танып, күзге айналған көктемдер. Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк, жас бүлдіршін сезіміңді жанар етіп қарап өт. Сол арадан сатқындықта елестейді қарабет. Қарабеттің көбі бүгін дара тұлға, дара бет. Жас бүлдіршін мұсқырсанған шыршаларға қарап өт. Заманыңның жеңісі мен жеңілісін санап өт. Ұлттың бағы жанар мекен, хас тұлпары нары жоқ. Ал біреулер намысы жоқ, жігер қауқар қары жоқ. Кемсітпекші желтоқсанның жалаң аяқтары деп. Жоқ кешегі, сын сағатта көкірегінде жанып от. Тұрған солар, аяз соққан беттерінің ары боп. Заманыңның тауығына шашылмаған тары боп. Тірліктегі әрісіңнің жаңғырығы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүр сілкенткен жас толқынның саналы абыройы ешкім ұмыта алмас. Оны да еске салады. Желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы. Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кен өлке сарыарқасы, берекеден алқасы, мерекеден алқасы. Арайлы алтын таңдары, арайлы жантын жандары, асқарлы арманы бар, аспанды таулары бар, бақшалы баулары бар. Я солай, я солай, қазақ елі осындай. Я солай,
қазақ елі осындай.